Сәлем достар. Мен бүгін сіздерге ерін жанындағы әжім носогубканы 4 жаттығумен етудің жолын көрсетемін. Мұқият болыңыз. Бірінші, осылай ерінді жинап, еріннің жанындағы бұлшықетті белсенді түрде қозғаймыз. Оны ауаны ішімізге ернімізбен бірге тартып қозғаймыз. Бұлшықетін қозғаймыз. Қараңыздар. Тура осылай қозғалысқа түсу керек. Мінекей, қолмен де ұстап көрсетіп жатырмын. Ол ішінен қозғалады. Екінші әдіс, екінші жаттығу, ол ернімізді барынша бүйрек тәріздес етіп созамыз алға қарай. Барынша созамыз. Қаншалықты ұстап тұра аласыз, соншалықты ұстаңыз. Бұл жаттығуды жасаған кезде өте қатты ерніңіз талып, бұлшықеттер ауырады. Осылай созыңқырап ұстап тұрамыз. Ары кетсе бір 20 секундтай шыдауыңыз мүмкін. Күніне бір рет осы 4 жаттығуды жасасаңыз, сізде бұл әжімдердің біреуі де болмайды. Егер сіз массаж жасағанда қандай маймен жасаймын деп ойланып жүрсеңіз, мен төменде комментарийда нөмірімді қалдырамын. Маған хабарласыңыз. Үшінші, ол тілімізді ішінен айналдырамыз осылай. Айналдырған кезде барлық шетіне тигізіп асықпаңыз. Тіліңіз талып кетуі мүмкін. Бастапқыда. Енді келесі жаққа айналдырып жатырмын мен. Бұны да 20 секунд бойы 10 секунд оң жаққа, 10 секунд сол жаққа айналдырасыз. Төртінші жаттығу, ол мұрнымызды ұстап, екінші қолмен осылай жасап 20 секундтай осылай массаждап тұрамыз. Жоғары қарай тартамыз және екінші жаққа барынша ұстай отырып бұлшықетімізді қозғаймыз. Каналым ұнаған болса, мені қолдап, каналыма тіркеліп, досыңызбен бөлісіп қойыңыз. Комментарийді күтетін боламын.